8-9 айдың жүзі болды. Әлі 1 жыл болған жоқ. Бірақ өздеріңіз біліп жатсыздар, сол қазір осы компанияда директор статусына жеттім. Неге? Бұл компанияның біріншіден продукцияның бәрі табиғи өнімдер, бәрімізге қажет зат. Біз бұл компаниядан алмасақ та күнделікті магазиннен алатын үйге қажет заттар. Енді сол үйге алатын қажет заттарды ол жерде химия құрамында химия көп, адам ағзасына зиян келтіретін элементтер көп қой, ал біздің компанияда табиғи өнімдер, даже химия бар болған күннің өзінде де сіздерге гипоаллергенный, аллергия бермейтін қылып, сондай адамның денсаулығына зиян келтірмейтіндей қылып жасалынған өнімдер. Соны күнделікті адамдарға айту арқылы бұл бизнесте үлкен табысқа жетуге болады екен. Енді гринлиф деген сөздің өзі мынау қазақша переводы жасыл жапырақ дегенді білдіреді. Яғни жасыл аймақ, табиғи өнім деген сөз. Гринлиф корпорациясы Қытайдың Шанхай қаласында орналасқан завод, 32 метр квадрат жерді алып жатыр. Шанхайдан ары қарата 100 километр жерде Соджоу деген қалашықта осы завод орналасқан. Бізге 5000 түрлі өнімді қазіргі таңда шығарып беріп отыр. Енді мен бұл заводқа бардым, Соджоуды көрдім, бүкіл табиғи қазақшалап айтқанда, вообще біздің продукциялардың барлық қыздар научно-производственный дейді ғой, ғылыми зерттеу институтынан. Мына мысалға заводқа барсаңыздар, бір үлкен здание, ол ғылыми зерттеу институты, ол жерде ғалымдар отырып, әрбір продукцияны лаборатория тексеріледі. Соның барлығын өз көзіммен көріп келдім, өте таза, өте мықты, үлкен корпорациямен біз жұмыс жасайды екенбіз. Енді Гринлиф корпорациясы негізі 1998 жылдан бері бар. Бұл өнімдер Қытайда 25 жылдан бері рынокта сатылады. Ол қалай? Бұл сет арқылы емес, бұлар басында кәдімгі заводта сатылады да өнім. Прямой, жаңа үлкен оптовый экомаркеттерге тарқатылатын болған. Ал енді 2019 жылы бұлар СНГ-ға шығады. СНГ-ға келіп, дәл сонда үлкен склад ашып, өзінің товарын СНГ-ға тарқатқысы келеді. Сол кезде біздің мықты төбеде тұрған, қазіргі ең төбемізде тұрған Вадим Машуров, Вячеслав дегендер бар ғой, солар айтады, бұлай сіздер тарқата алмайсыздар, сіздер бұны сет арқылы тарқатқан жақсы деп, осы сетті кіргізеді. Яғни СНГ-да жұмыс істеп жүрген, өздеріңіз білесіздер, біздің көршілеріміз бар, өзбек, қырғыз ағайындар. Бұлар бала шағасын асырайын деп, біреусі кухнясында, біреусі отельдерде, бүкіл услугада осы кісілер жұмыс жасайды. Сонда 4 жылдан бері Россияда, өзбек, қырғыз елдерінде бұл компания бар. Биылғы жылы Москвада, Өзбекстанда компанияның 4 жылдық тойы тойланды қыздар. Ал біздің Қазақстанға былтыр осындай күз ноябрь айынан бастап неофициально кіре бастаған бұлар. Өзбекстан арқылы келіп, біздің қазақтарды кіргізіп жұмыс жасай бастады. Но официально қыздар Қазақстанға кеше 3 сентябрь күні 2023 жылы Гринлиф корпорациясының президенті Вильям Сю келіп, бізге бүкіл официальный представительство ашылып